Білім өрге сөйлейтін өрелі күш. Фәнидегі абсолюттік философия. Алымды айла, ұшқыр қиял. Білім арқылы қоғамды өзгерту, қоғамның санасын өзгерту. Мәңгілік жасау үшін өнерлі бол. Ел қуаты жаңа буын жас өскінде. Қазақ елінің ертеңін білгін келсе, болашаққа көз сал. Kazak tilin öğrenu, Ortalık Asya'nın medeniyetinin gerekçiliklerin tüsünüge kömekleşedi. Biz Kazak tili boyunca algan bilimlerimizde iz yüzünde kullanıp жатырмыз. Бұл Патрик пен Касия. Польшадағы Познан қаласында тұрады. Студенттік аз уақытта қазақ тілінің қыр-сырын тәп-тәуір меңгеріп алған. Патрик осы тіл арқылы түрік тілдес халықтардың этнографиясын зерттеуге құмартса, Касия қазақ, поляк, мақал-мәтелдер сөздігін құрастырып жүр. Ал бұл деректі фильмді болашақ бағдарламасымен Польшадағы Адам Мицкевич атындағы университетті бітірген Жетісбай Бекболатұлы түсірген. Жетісбай Бекболатұлы 1979 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірді. 1996 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының нарық институтын тамамдады. 2003 жылы Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік қызмет академиясын аяқтады. 2005 жылы болашақ бағдарламасымен Польшадағы Адам Мицкевич университетінің магистратурасын оқып шықты. Қазір Қазақ ұлттық университетінде профессор. Қоғаммен байланыс пәні бойынша түрлі дәрістерге қатысып, әрі өзім семинар және басқа да сабақ түрлерін жүргіздім. Бұның барлығы маған үлкен әдістемелік көмек болды. Сонымен қатар бұл университетте ұйымдастырылған ғылыми конференцияларға қатысып, және ғылыми журналдарда өзімнің ғылыми мақалаларымды жарияладым. Познан қаласындағы Адам Мицкевич атындағы университет бүгінде Жетісбайдың сүйікті альма-матеріне айналған. Сағынышпен еске қалады. Қазір онда 40 мыңдай студент білім алуда. Саяси ғылымдар және журналистика факультетінде түрлі шеберхана мен бірнеше студия орналасқан. Университет қабырғасында 4 журнал, 2 газет шығады. Кітапханасында кітап қоры 28 мың дана. Мұнда өзге шет тілдермен қоса, қазақ тіліне шығатын газет журналдар да жетерлік. Еңселі оқу ордасы жақын уақытта өзінің мерейтойын тойламақ. Адам Мицкевич университеті өзінің ғасырлық мерейтойын 2019 жылы атап өтеді. Оқу орнының орналасқан жері өте қолайлы. Познан қаласы Варшава мен Берлиннің дәл ортасына жайғасқан. Бұл жерден кез келген Еуропа мемлекетіне ұшақпен 2 сағат ішінде жетуге болады. Қаланың әрбір 4-ші тұрғыны студент. Познан жастар қаласы, ғылым мен білім ордасы. Жетісбай 1955 жылы Алталаштың мақтанышы Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов туған Торғай даласында дүниеге келді. Жасөспірім кезден ақ ақын болуды көкседі. Мектеп қабырғасында жүріп, алғаш жазған өлеңі облыстық газетте жарық көрді. Сол кездегі оқушы Жетісбайдың қуаныштан төбесі көкке екелі ғана жетпеп еді. Одан соң ақ ақын баланың өлеңдері республикалық түрлі басылымдарда лег-легімен жариялана бастады. Қазіргі Жас Алаш, ол кездегі Лениншіл жас газетінде жарық көрді өлеңім. Енді сонымен қатар ол кездегі белгілі Қазақстан пионер деген газет болатын, сол газетте шығып тұрды өлеңдерім. Мектеп бітірген бозбала алғашында инженер болғысы келген. Бірақ құжаттарын техникалық оқуға қабылдамай, аяқасты Казмудың журналистика факультетіне тапсырады. Сөйтіп, танымал сатирик, журфактың сол кездегі деканы Темірбек Қожакеевтің ұстаханасында шыңдалды. Үздік білім үшін 3-ші курста Мәскеудегі университетке ауыстырды. Оны ойдағыдай бітіріп, Алматы қаласынан еңбек жолын бастайды.
кейін өзінің алғашқы өлеңдер жарық көрген Торғай таң газетіне жұмысқа тұрады. Одан соң Қазақ мемлекеттік басқару академиясының нарық институтын тамамдайды. Бірақ мұны да місе тұтпады. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік қызмет академиясын тауысты. Өлкетанушылық әдебиеттегі шығарумен де айналысып жүрмін. Соның ішіндегі бір соңғы мәселен бір қорытынды нәтижелі еңбектеп мына Торғай елі деген энциклопедияны атауға болады. Бұл Торғай елі деген энциклопедияны Жұмабек Кенжалин және Таңатқан Мырсаев деген энциклопедист ағамыз бар. Сол кісінің үлкен еңбек арқасында басып шығардық. Бұл қазір елдің қадесіне жарап жатқан жағдайы бар. Істеген қызметінен кісі жаңылады. Қазақ СССР Сыртқы істер министрлігі баспасөз бөлімінің екінші хатшысы, Қазтаг агенттігінің аға редакторы, Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы, бас инспекторы, Алматы қалалық ақпарат басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын қадағалау агенттігінің баспасөз хатшысы қызметі. Жетпісбай қаржы саласына қазақ тілін алғаш рет батыл енгізген жаңалықшы ретінде де танымал. Кезінде банк саласында жұмыс істегеннен кейін, осы банк саласындағы зерттеу барысында осы банкке қазақ тілін қалай енгізуге болады деген мәселемен айналысқан едім. Енді соның ішінде мына мен ғылыми жұмысымның өзі банктегі жарнама деп аталады. Енді сол саланы кеңінен қозғап Қазақстанның банк жүйесі деген оқу құралын шығардым. Енді бұл оқу құралының өзге құралдардан өзге осындай еңбектерден бір айырмашылығы, мен бұнда ислам банкингін айтып кетемін. Бұл енді ислам банкингі туралы, жалпы ислам экономикасы туралы айтылатын Қазақстандағы алғашқы осындай еңбектердің бірі болып табылады. Жетпісбай бүгінде ислам экономикасы, мемлекеттік басқару, ақпараттық менеджмент және маркетинг, Қазақстанның қаржы жүйесі жөніндегі шетелдік және отандық ғылыми басылымдарда жарияланған 60-тан астам зерттеу еңбектерінің авторы. Қазір өзі алғаш рет қанат қағып шыққан Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте оқытушы. Экономика ғылымдардың кандидаты, профессордың міндетін атқарушы. Әріптестері Жетпісбайдың ерекше дарыны, оқу ордасына сіңірген еңбегі жайлы сүйсіне баяндайды. Пиар саласында көптеген ғылыми еңбектері, оқу құралдары жарық көрген, елдік брендинг, пиар, жарнама тақырыптарында көлемді осы Қазақстандағы ұлттық пиардың сипатын ашатын, соған үлкен үлес қосатын еңбектері бар. Жазып жүрген үлкен ғалым, ұстаз. Познан университетінің түлегі қазір Қазақстандағы ең танымал оқу ордасында қоғаммен байланыс, жарнама және ақпараттық процестерді басқару саласындағы ұзақ жылғы жұмыс тәжірибесін ғылыми негіздеумен айналысып келеді. Білімімен түйгенін қазіргі студенттерге сіңіруге барынша еңбектеніп жүр. Бірақ Польшадағы байланысын әлі үзбепті. Қазір Қазақ газеттер жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Польшадағы Қазақ-Польша сауда-экономикалық бірлестігінің арасындағы байланыс осы Жетпісбайдың арқасында жаңа бір белестерге көтерілді. Біз екі жақты келісім шартқа қол қойдық. Біздің жылма-жыл сол жақта әр жыл сайын өзіміздің өкіліміз, сол жақтағы тілшіміз ауысып тұрады. Былтыр Жетпісбай Бекболатұлы сол жақта жұмыс жасады, биыл Досан Баймолда жұмыс жасап жатыр. Оны мына газеттің бетіне көрініп жатқан мақалалардың айқын байқауға болады. Торғай даласынан шыққан қаршадай бала бүгінде бақытты әке. Екі ұл тәрбиелеп өсірді. Тағдырдың тартуына сөз жоқ қой. Кезінде арман қуып, Алматыға келген жасөспірім Жетпісбайдың құжатын дәл сол университет қабылдамаған еді. Бүгінде өзінің қолы жетпеген оқуын ұлы тауысып маман атанды.